Чемпиондар лигасының 1/8 финалында мадридтік Атлетико күтпеген жерден турнирдің басты фавориттерінің бірі Ливерпульді шаңғаптырды. Мерсисайдтықтардың өткір шабуылдарына тосқауыл бола білген Ян Облак экстра тайммен қоса есептегенде 120 минуттың ішінде 7-1 доптың қақпаға енуінен аман сақтап қалып, осы маусымның жаңа рекордын орнатты. Облактың бұл ерлігіне тәнті болған бұқаралық ақпарат құралдары словениялық голкипердің жанкешті сейвтерін жарыса жазуда. Сіздермен бірге доп теп жобасы. Бүгін біз әлемнің топ 5 үздік қақпашыларын көрсететін боламыз. Бесінші орын. Тибо Куртуа. Куртуа мадридтік Реалға ауыспай тұрғанның өзінде оның жүлделер мұражайы біраз жетістікке толы еді. Бельгия ағылшын біріншіліктерінің бірнеше дүркін чемпионы, 2 мәрте испандық Марка газетімен мақұлданған Самора трофейінің 2 мәрте иегері, 2018 жылғы әлем чемпионатының үздік қақпашысы. Тибо бельгиялық Генк командасының түлегі, мадридтік Атлетико сапында өте нәтижелі ойын өткізіп, біраз көзге ілінді. Тіпті Челси сапына ауысқаннан кейін ұлы Петр Чехтің өзі Тибоға Стэнфорд Бридждағы орнын босатқан еді. Қазір Тибо Куртуа корольдік клуб Реал Мадридтің негізгі қақпашысы. Талай маңызды матчтарда испандық клубтың қақпасын қызғыштай қорғаған костарикалық Кейлор Навастың өзін негізгі құрамнан ығыстырды. Кей сәттерде ақылға сыймас қателіктерге ұрынатыны болмаса, бельгиялық голкипер бүгінгі топтың 5-ші орнына толықтай лайық. 4-ші орын. Алисон Бекер. Бразилия футболы әлемге аты қанша жерден мәшһүр болғанмен қақпа күзетушілермен аса қатты есте қалған еместі. Қазіргі таңда қолғабын шегеге іліп үлгерген Хулио Цезарды айтпасаңыз. Алайда қазіргі таңда жаңа леппен ілесе келген бір емес екі бірдей қақпашы Бразилия ұлттық құрамасының қақпасын алма-кезек күзетуде. Олар Эдерсон Мораес пен Бекер Алисон. Екеуінің арасындағы бәсеке 40 пышақ болғанымен, Алисонның деңгейі Эдерсоннан бір бас жоғары. Оған дәлел бас бапкер Титенің негізгі құрамға Мораесті емес, Алисонды қақпашы етіп сайлауы. Клубтық деңгейде де Бекердің жетіп жүрген жетістіктері аз емес. Рома сапында нағыз қаһарманға айналып, құрғақ матчтар сериясын бірнеше рет қайталаған. Одан әрмен Мерсисайдтық Ливерпуль сапында да сансыз сейвтер орындау үстінде. Тіпті спорт сарапшыларының өзі соңғы Атлетико Мадридпен өткен маңызды матчтағы жеңілісті Алисонның жарақат алып, матчқа қатыса алмауына байланысты деп топшылаған еді. Соған қарағанда, өзіне төленген 62,5 миллион евро трансфер құнын Бекер толығымен ақтады деп айтуға да негіз бар. Үшінші орын. Марк-Андре Тер Штеген. Тер Штеген Мönchengladbachтық Боруссияның түлегі. 2012 жылдан бастап Германия ұлттық құрамасының негізгі құрамында сәтті ойынымен көріне бастады. Бірақ мансабының дебюттық бәсекелерінде керексіз қателіктерге ұрынғаны да өтірік емес. – 2014 жылы каталондық Барселонада қақпашы мәселесі үлкен сарапқа салынған еді. Виктор Вальдес қартайды, орнына жаңа қақпашы керек деп голкиперлерге вакансия жариялады. Осы сәтте каталондықтар құрамын Марк-Андре Тер Штеген мен чилилік Клаудио Браво толықтырған еді. Ішкі біріншіліктерде қақпаны Браво күзетсе, Еурокубоктық бәсекелерде Тер Штеген қақпа жанынан табылды. Тер Штеген ұлттық құрама деңгейінде әйгілі Мануэль Нойердің көлеңкесінен көрінбей келеді. Тіпті ұлттық құраманың бас бапкері Йохим Лёв 2018 жылғы Ресейде өткен әлем чемпионатында жас талант Марк-Андре Тер Штегеннің
керемет жетістіктеріне қарамастан қақпаға Нойерді қойған еді. Жалпы футболда қақпашы позициясына сейвтерді тек қолмен емес, аяқпен де орындауға рұқсат етілген. Міне дәл осы мүмкіндікті Марк-Андре тер Штеген шебер қолданады, яғни аяқпен өте тамаша жұмыс жасайды. Қазір тер Штеген 26 жаста, Нойер мансабын аяқтағаннан кейін ұлттық құрама қақпасын күзетуге толыққанды дайын. Екінші орын. Давид де Гея. Көп спорт аналитиктері де Геяны әлемнің үздік қақпашысы деп санайды. Олардың сөздерін 2018-2019 жылғы футбол маусымында Қызыл Сойқандардың Тоттенхемге қарсы өткізген және 2017-2018 жылдарда Арсеналмен өткен ойындарда аса маңызды ерлігімен футбол жанкүйерлеріне танылғаны дәлел. Бір матчта 14 бірдей сейф орындап Манчестер Юнайтедті жеңіліс алабынан сақтап қалған еді. Ол өзінің Олд Траффордта өткізген 5 жылында Қызыл Сойқандар сапынан ойып тұрып орын алды. Де Геяның басты ерекшелігі қарсыласының қай лигада яки қай дивизионда ойнағанына қарамастан қақпа маңын аса шеберлікпен күзетуі. 2013 жылдан бері команданың жыл ойыншысы атағын қатарынан алып келеді. Тек 2016-2017 жылдары қана командаласы Андер Эррераға жол берген еді. Онымен қоса, Ағылшын Премьер Лигасының символикалық құрамының тұрақты өкілі. Соңғы 10 жылдық ішінде Ағылшын Премьер Лигасында Де Гея секілді мұншама көп сейвті ешкім жасамады. Давидтің жетістік сыры біраз футбол жанкүйерлерін қызықтырады. Керемет ойынның құпиясы оның қақпашылық өнерді футзал техникасымен байланыстырумен түсіндіріледі. Өйткені ол кәсіпқой футболға келмей тұрып, бұрын футзалмен айналысқан. Давид де Геяның есімі адамзат футбол тарихында ақылға сыймас сейвтермен есте қалары сөзсіз анық. Көптен күткен бірінші орын. Ян Облак. Ян Облак Атлетико Мадрид сапында тамаша жұмыс атқаруда. Словениялықтың жасы бар болған 26-да, ал ол соңғы 3 маусымда Самора трофейін ешкімге бермей келеді. 2017-2018 жылғы аяқдоп маусымында Мадридтік Атлетико Еуропа лигасын жеңгеннен кейін турнирдің символикалық құрамасына енді. Әлемде басқа да мықты қақпашылар жетіп жатыр емес пе? Неге Облак дейтін шығарсыздар? Бұған жауап Атлетико Мадридтің қорғаныс жиегінің бұрынғыдай мықты емес болуында. Дегенмен мұндай кемшілікке қарамастан словениялық қақпашының арқасында Атлетико Мадридтің жеңіс тұғырларында көрінуі. Облак ол нағыз лидер. Қорғаныс ойыншыларын бір жұдырықта бақылап ұстап тұруы таңдай қаққызады. Алыстан бағытталып оқтай ұшқан лонгшоттарды тамаша қайтаруы, қарсылас шабуылшысымен бірге бір қалған сәттерде ерекше шеберлігімен допты командада сақтап қалуы бүгінгі топта бірінші орынға жайғасуына басты себеп. Ян Облак дәл қазіргі сәттегі ең үздік қақпашы деп айтса да болады, және бұл орнын ұзаққа дейін ұстап тұруы ғажап емес. Достар, бүгінгі видео аяғына жетті. Доптип арнасына тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны шертуді ұмытып кетпеңіз. Өйткені осы арқылы арнадағы жаңа шыққан видеоларды ең бірінші болып тамашалай аласыздар. Сіздермен бірге болған Доптип жобасы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.